Өнерін, бабаларын ұмытпаған ұрпақ, ол дінін де далаға тастамайды. Өйткені дін десе қазақ тұрады, қазақ десе біздің ислам діні тұрады. Ол кезеде болыпты, жақсы адамда, жаманда, қизана ғибрата бұлар, тағамына әлеумет. Сол жырмен жазылғаны, ол біздің қазаққа әңгіме қылып айтып отқаннан көрі, енді мен өзімнің өскен ортамды айтып отырмын. Сондай ортада кез келген қазақта өсті ол. Баяғыда әке-шешелерін тыңдады, терме тыңдады, сөйтіп өскен ортада мына жырмен айтсаң, әлеге оның махам саздары ана құлаққа қонымда болатын болса, молда айтып отқан уағыздан көрі, жыршының айтып отқан қисса дастандары өтімдірек болады. Дәстүр мен дінімізді екеуін қатар ұстау біздің қазағымыздың біріншіден атеист болып кетпеуіне, екіншіден вахабист болып кетпеуіне, үшіншіден жаңағы діннің фанаты болып бір жағына қарай ауып кетпеуіне өте тура жолды ұстанатын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен орта жолды ұстану керек деп. Сол орта жолды ұстануға осы біздің дәстүріміз, салтымыз, оның ішінде мына жыраулық жолымыз өте пайдалы деп ойлаймын.